Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Тау беткейіндегі уағыз. Иса демалыс күндері мәжіліс ханаларда тәлім беретін. Ал көбінесе ол адамдарға айтатын сөзін далада, ашық аспан астында отырып айта беретін. Галилея көлінің төңірегіндегі аласа таулардың етегінде оны тыңдауға келген халыққа орын жетерлік болатын. Елшілері қоршаған мәсіх шөп үстінде отыра кететін. Бір күні ол шынайы бақыт туралы әңгімелеп, сендер бай адамдар бақытты деп ойлайсыңдар. Өйткені қолдарында қалағандарының бәрі бар. Бірақ бұл олай емес, деді. Иса тыңдап отырғандарға қарап шықты. Дені кедей, кейбіреулері тойып тамақ іше алмай жүргендер еді. Ал Құдай патшалығында жағдай басқаша болмақ. Құдай алдында жарлы болған сендер бақыттысыңдар. Себебі Құдай патшалығы сендердікі. Қазір ашыққан сендер бақыттысыңдар. Себебі сендер тойынасыңдар. Қазір жылаған сендер бақыттысыңдар. Себебі сендер жұбаныш тауып, күлесіңдер. Маған ергендерің үшін жек көрінішті болған сендер бақыттысыңдар. Себебі сендерді көкте зор сый күтіп тұр, деді Иса Мәсіх. Ол тыңдаушылардың аң-таң болып қалғанын көріп, оларға ары қарай былай деп түсіндірді. Көп ақша мен мал-мүлік жиюды ойламаңдар. Бір күні бәрі құнсызданады, немесе ұрланады. Байлықтарыңды өздеріңнен ешкім тартып ала алмастай етіп, Құдайдың қасына жинап алыңдар. Өздерің шешіңдер. Өмірді байлық жинап, әлде Құдай жолымен жүріп өткізбексіңдер ме? Екеуін бірдей істей алмайсыңдар. Сендер уайымшылсыңдар. Не ішеміз, не киеміз деп уайымдайсыңдар. Өмір үшін тамақ пен киімнен де мәнді нәрсе бар. Аспанда ұшқан құстарға қараңдар. Құдай олардың қамын ойлайды. Ол сендерді олардан да артық қамқорлайды. Айналаға көз тастаңдар. Жабайы гүлдерді Құдай қалай әдемілеп киіндірген. Тіпті әйгілі Сүлеймен патшаның киімдерінің өзі осындай әдемі болған емес. Сондықтан өмірді уайыммен өткізбеңдер. Құдайдың еркіне сай өмір сүрсеңдер, ол сендердің қажеттерінің бәрімен қамтамасыз етеді. Сендер оған сеніңдер. Жоғары талаптар. Иса тәлім бергенде, айтқандарын адамдар түсіну үшін көбіне астарлап сөйлейтін. Ол былай деді. Сендер тұз сияқтысыңдар. Тұз тамақтың дәмін келтіріп, бұзылудан сақтайды. Ал сендер
Қоршаған дүниені бүлінуден қорғап, дәмін кіргізіңдер. Сендер шам сияқтысыңдар. Өмірлерің қара түнекте, жанып тұрған шырақтай болсын. Сендердің игі істеріңді көрген халық, Құдайды мадақтайтын болады. Құдай халқы сүруге тиіс, таза өмір туралы сөйлеп. Сендер Таураттан Құдайдың заңдарын білесіңдер, бірақ оларды жеңілдетуге тырысасыңдар. Құдай жоғарғы үлгіні талап етеді. Ол кісі өлтірме дейді. Сендер бұған мойынсұнасыңдар. Бірақ сендер біреуге қатты ашулансаңдар, бұл да бәрі бір күнә. Сендер біреу жамандық жасаса, оған қанға қан, жанға жан деп кек алу керек деп ойлайсыңдар. Алайда Құдай өз халқының жауларын да сүйгенін қалайды. Таспен ұрғанды аспен ұрыңдар. Құдай жолының кірер қақпасы тар, бірақ та сендер осы қақпадан өтіп, Құдай жолына түссіңдер, шынайы өмірге ие боласыңдар, деді Иса. Құдайға сыйыну. Иса Масих тағы тәлім беріп, былай деді: кедейлерге қайырымдылық жасадым деп, жұрттан сүйінші сұрамаңдар. Тек басқаларға ұнайын деп, Құдайға сыйынбаңдар. Керісінше, оңаша жер тауып алып, Құдаймен өз әкеңмен сөйлескендей сөйлесіңдер. Тілеген нәрселеріңді қайта-қайта сұрап, мылжыңдай бермеңдер. Құдай бар мұқтаждықтарыңды біледі. Оған былай деп сыйыныңдар: көктегі әкеміз, сенің атың киелі бола берсін. Сенің патшалығың келсін. Сенің еркің көкте орындалғандай, жер бетінде де орындала берсін. Бізге әр күні күнделікті нанымызды бере көр. Жерге жамандық жасағандарды кешіргеніміздей, біздің күнәларымызды да кешіре көр. Бізді азғындық жолға түсірмей, жамандықтан құтқара көр. Өйткені патшалық та, құдірет те, ұлылық та мәңгілік сенікі. Аумин. Сұраңдар, сонда Құдай сендерге береді. Іздеңдер, сонда табасыңдар. Есікті қағыңдар, сендерге ашылады. Үй салушы екеу. Иса ұзақ сөйлеп, сөзін мына әңгімемен тамамдады. Бірде екі адам үй салмақшы болыпты. Олардың ақылдысы үйін жартастың үстіне берік тұрғызды. Кейін жаңбыр жауып, өзен тасып, барлығы су астында қалды. Оның үстіне қатты дауыл соқты. Бірақ үй жартас үстіне салғандықтан мызғымады. Егер сендер мені жақсы тыңдап, айтқандарымды орындасаңдар, осы ақылдыға ұқсайтын боласыңдар. Ал ақымақ үйін құм үстінде салды. Құмайт жерді қазып, іргетасын қалау оп-оңай болды. Бірақ кейін жаңбыр жауып,
Су басып, дауыл соққанда, үй қирап, быт-шыты шықты. Егер сендер менің айтқанымды естіп, бірақ оған құлақ аспасаңдар, дәл осы ақымаққа ұқсас боласыңдар.